Қазір мұғалімдердің білім сапасы өте төмен болып кеткен, жұмысқа тек айлық алу үшін барып келеді. Соған сай оқушылардың да сабаққа деген қызығушылығы өте төмен болып кетті. Деп басталатын адамның нервісін шығаратын видеолар қазір көбейіп кетті. Мен де сондай видео түсіріп, нормальный просмотр жинап алсам ба деп ойладым да, бірақ та мұғалімдердің білім сапасы жоғарыламаса, төмен деген жоқ. Өйткені оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттыру үшін небір түрлі әдістерді ойлап тауып, сабаққа қолданып жатыр. Әсіресе түрлі жасанды интеллект арқылы оқушыларды топқа бөлу, рефлексия әдісі, небір түрлі ойындарды құрастырып көрсетіп жатады. Бірақ та бір минусы, ол 2-3 мәртеден кейін ақылы болып кететінін, және де кейбір жағдайларға байланысты интернеттің дұрыс еместігінен жасаған жұмыстарын көрсете алмай қалдым деген шағымдар өте көп түсіп жатады. Сол себепті қазір интернетте жұмыс жасайтын небір түрлі ойындар құрастыруға болады, және де оқушылар топқа бөлуге, бағалау әдісін жасауға және рефлексия әдісін құрып шығуға болады. Ол қалай десеңіз, қарапайым PowerPoint арқылы. Толықтай осы жұмыстармен танысқыңыз келсе, менің осы парақшама бір шолу жасап өтсеңіз болады.